Көп адамдар бұл өмірде үлкен нәтижеге жетпейді. Неге білесің бе? Өйткені олар өздеріне маған осы да жетеді деп миына шектеу қойып тастайды. Біреу айтады, маған повар болған ұнайды, или болмаса таксовать етіп жүре берсем болады, или охранник болам деп өздеріне шектеу қойып алады. Ал басқа біреу айтады, маған бұл деңгей аз, мен планкамды өсіргім келеді, басқа да деңгейге көтерілгім келеді деп ізденеді. Менің айтқым келгені, неге біреулер бір тілімнан жесе, екінші адам екі тілімнан жеп жатады. Екіншісі өзінің стандартын көтерді, сұрады, ұялмады. Ал біреулер айтады ғой, ел не дейді, ұят болады деген әңгіме көкейімізде тұрады. Ал басқаларға, маған да аз, мен бұл стандартта жүру маған қиын, планкамды өсіремін деп ойлап әрекет жасайды. Кім өмірде әрекет етсе, өзінің деңгейін жоғары қоятын болса, оған өмір көптеген мүмкіндіктер береді. Бұл өзін жақсы көргеннен емес, кім әрекет жасайды, кім қалайды, соған қарай мүмкіндіктер жолы ашыла береді. Сен өзіңе сұрақ қойшы, маған осы да жетеді дейтіндердің қатарынансың ба, әлде күн сайын өзіңнің планкыңды өсіріп отыратындар қатарынансың ба? Егер видео ұнаса, өзіңе сақтап ал, маған тіркеліп қой. Мен саған алдағы уақытта өзімнің пікірлеріммен бөлісіп отыратын боламын.